Сәлем қыздар, мен сіздермен бүгін пловтың әдісімен бөлісетін боламын. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қызып тұрған майда пиязымызды салып, әбден қуырып аламыз. Пияз әбден сарғайған соң, үстіне туралған сәбізімізді саламыз. Ол сәбізді араластырып, әбден сарғайғанша қуырамыз. Әбден сары болған кезде үстіне туралған етті салып, оны да қуырып шығамыз. Қалауыңызша үстіне тұз қосамыз, одан соң су қостым. Өз мөлшермен мен сіздерде солай жасасаңыздар болады. Ет әбден пісуіне жақын қалған кезде жуылған күрішімізді үстінен салып, қасықпен әдемілеп басамыз. Және де оны қақпағын жауып бұқтырамыз, суы тартылғанша. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сау болыңыздар.